Сәлем баршаңызға, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен өте дәмді керемет шиеден жасалған компот жасадым. Менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шиемізді алып, өздеріңізге қанша көп компот жасайтын болсаңыздар, көп ши аласыздар. Мен бүгін аз компот жасағандықтан аз ши алдым, яғни бір кесе. Осы шиені жақсылап суға жақсылап жуып аламыз, 1-2 қайтара. Мен шиеге 1 алма қостым, сонда дәмі өте керемет болады. Жақсылап алмамызды жақсылап турап аламыз. Мен 2 дана лимон қостым. Алманы да жақсылап майдалап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстіне мұздай суымызды құйып, оттың астына қоямыз. Біздің компотымыз қайнаған екен, орташа отқа қоямыз, жай қайнау керек. Екі дана лимонымызды қайнаған екен салып қоямыз. Барлығын бір араластырып жүреміз қасықтың көмегімен. Аузын сәл ашып қоямыз. Компотқа біз яғни шекер саламыз. Бізде шекер болмағандықтан біз қант салдық. Қатты тәтті болмау үшін аздау салдым. Дәмі дәмсіз болмау үшін орташа салу керек барлығын. Өздеріңіз ішіп көресіздер. Біздің компотымыз дайын болды. Біздің компотымыз дайын болғандықтан оны кувшинге құйып қоямыз. Компотты мұздатып, яғни 40 минуттан кейін ішсеңіздер, өте дәмді керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған мен ләззат.